Сәлем достар, әлемдегі ең қауіпті топ 10 жыланмен таныстыратын боламын. Каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. 10-шы орында африкалық бумслинг. Өте улы жылан, ұзындығы 2 метрге дейін жетеді. Ол өте агрессивті жыландарға жатады. Ол ойланбастан шабуыл жасайды. 9-шы орында қара мамба. Кез келген уақытта шабуыл жасайды. Атауы айтып тұрғандай, Африканы мекендейді. Жыланның ұзындығы 2-4 метрге дейін жетеді. Уы жарты сағатта адамды өлтіреді. 8-ші орында шұбар жылан. Ол бірінші шабуыл жасамайды, бірақ қауіпті сезінгенде ол құйрығын шырылдата бастайды. Сондықтан аты осыған орай қойылған. 7-ші орында түсі сұр, кәдімгі сұр жылан. Қара жолақты немесе мүлдем қара болады. Олар көбінесе тоғайлы жерде болады, батпақты жерлерде кездеспейді. 6-шы орында эфа. Үндістан, Пәкістан және Африка елдерінде бар. Оның ұзындығы басқа жыландардан қысқа. Эфаның ұзындығы 1 метрден аспайды, бірақ бұл оның адамдарға шабуыл жасауына кедергі келтірмейді. 5-ші орында кобра патшасы. Оның ұзындығы 5,5 метрдей. Үндістанның джунглиінде, Бирма, Үнді Қытайда, сондай-ақ Малай аралдарында кездеседі. Ең үлкен улы жылан. Уы адам үшін өте қауіпті. Бірнеше адамды өлтіруі мүмкін. Ғалымдар эксперименттер жүргізген кезде бұл жыланның уы лезде 23 адамды өлтірген. 4-ші орында пама. Аспиктер тұқымдасына жататын улы жылан. Үндістанның тропиктік ормандарында, Қытайдың оңтүстігінде, Бирма мен Таиландта кездеседі. Орташа ұзындығы 180 см, бірақ кейде жыландар 250 см-ге дейін өседі. 3-ші орында Филиппин кобрасы. Филиппин кобрасы адамды 3 метр қашықтықтан өлтіруі мүмкін. 2-ші орында шұбар жылан. Шұбар жылан сіз ойлағаннан да қауіпті. Шұбар жыланның уы жүйке жүйесіне тікелей әсер етеді. Шұбар жылан әдетте аяқтан немесе қолдан шағады. 40-60% жағдайда адам қайтыс болады, бірақ өте қорқақ, адамдарға жақындамайды. 1-ші орында тайпан маккоя. Агрессивті, мінез-құлқына, ұзындығына және жылдамдығына байланысты тайпан әлемдегі барлық улы жыландардың ең қауіптісі саналады. Ұзындығы 2 метрге жетеді, ал жалпы тайпандардың ұзындығы 3 метрден асады. Мысалы, оның уы кобра уынан 180 есе күшті. 90% жағдайда адамды шаққанда адам өліп кетуі мүмкін. Видеом қызық болса, маған тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар.